Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін өзіңізге белгілі қыркүйек айының соңғы жексенбісі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2013 жылғы жарлығына сәйкес еңбек күні деп аталып келеді. Баршаңызды бүгінгі еңбек күнімен баршаңызды құттықтаймын. Осыған орай Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің Алға аудандық бөлімі еңбек деген байлық бар, ерінбеген жететін атты тақырыпта тікелей эфирде тыңдармандарға онлайн сұхбатымызды ұсынамыз. Музейдің бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі, құрмет орденінің иегері, Алға ауданының құрметті азаматы, еңбек ардагері Тәженов Сағынғали Айтжанұлы. Саламатсыз ба, Сағынғали Айтжанұлы? Біздің тікелей эфирімізге қош келдіңіз. Бүгінгі еңбек күнімен құттықтай отырып, сұхбатымызды бастасақ болады. Өзіңіздің еңбек жолыңыз, жетістіктеріңіз туралы айтып өтсеңіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, ағайындар, жерлестер? Бүгін енді еңбек күнге арналған кездесу. Мен өзімнің өмір баянымды айтайын, өмірде не көргенімді айтайын, қандай жұмыс жасағанымды айтайын, қалай біз осы алға жеріне келіп, осы жерге тұрып, осы жерде туып, өсіп, осы жерде зейнетке шыққан адамбыз. Жалпы бастасақ, біздің аталарымыз, әкелеріміз 1921 жылы революциядан кейін осы алға жеріне келеді. Мына Тамдының Тамды ауылының қасында Сарыөзек деген жер бар. Сол жерге көшіп келеді. Жалпы мына Байғайын ауданы Сағыздың бойында Баршағұм, Құмжарған деген жер бар. Сол атақоныстарымыз. Сол енді келгенде бір ғасыр болғаны ғой. Менің енді балдарым өсіп жатыр. Біздің тұқымның келгеніне бір ғасыр болды. Енді бұл жерде біз не істедік? Не жасадық? Қандай жақсылық істеп жатырмыз? Халыққа не істеп жатырмыз? Жалпы өзім не жасағанды айтқым келеді. Әкелеріміз келгенде 29 жылы алғашқы құрылыс мына Ақтөбе химзаводы басталады құрылысы. Ақтөбе химзавод артынан оны Кироватын атайды. Сол заводқа 4 ағайынды әкем жұмыс жасайды алғашқы. Сосын 32 жылы алғаның електің арғы бетінде алғадан подсобное хозяйство, подход деген ауыл ашылады. Сол заводқа қарайтын өзінің жаңағы мал ұстайды. Енді былай айтқанда жалпы жұмысшыларды тамақтандырады. Сол жерде 32-33 жылдары ауыл құрып, ел болып, сол жерге алғада дүниеға мен келдім. 1950 жылы сәуір айында. Мен өзім жалпы өмір бойым, қазір енді 70-тен ассақ та, өмір бойы алғада туып, өсіп, оқып жүрген адаммын. Енді 6 жыл санамағанда 7 жыл Ақтөбеде жоғарғы білім алғанда. Жалпы 67 жыл 1967. Осы Пацаев екінші мектебін бітірген, ол уақытта Дзержинского атындағы мектеп еді. Соны бітіріп, Ақтөбеге медицина институтқа түскенмін. 68 жыл, бірінші жылы өте алмадық біздер. Қиын болды, конкурс болды. Ауылдың баласымыз дегендей ақ. Ол 68 жылы институтқа түсіп, 74-ші бітірдік. Сосын бір жыл мен ол уақытта интернатура деген жаңадан басталып келетқан сондай кәсіп, зат, интернатура деген, ол постдипломное обучение дейді қазір. Сол бір жыл кафедра госпитальной хирургияда мен стажировка өтіп оқыдым. 75 жылы маусым айында осы алғада жұмыс бастадым алғашқы. Жалпы хирург, травматолог жаңа мамандығымен жұмыс істедім. Ол уақытта біраз дәрігер бар еді,
неде ауруханада қазір даже ауылда аз халықтың саны аз болса да дәрігер көп болды ол уақытта. Қазір наоборот қысқарып қалды почему-то, солай болып қалды. Ол уақытта жүз дәрігерлер болды. Қазір оның саны азайды. Мен поликлиникада, жаңағы емханада жұмыс жасадым. Стационар дейді, жаңағы ауруларды емдедім жатқан. Травматология профессияға, сол мамандыққа мен өзім сол көңіл аудардым. Сол жерде мен 2 жылдай сол хирург-травматолог болып істеп жүріп, 76 жылы жаңадан салынған медгородок дейді, автокөлік заводтың салған бір жақсы больница комплекс болды. Сол жерге мен меңгеруші ретінде тағайындалдым. Сол 82 жылға дейін мен сол меңгеруші болып, 79 жылы межрайонный дейді, енді аудандарды қосып емдейтін травматология 40 керуеттік ауруханада жұмыс істедім. Меңгеруші болып, травматолог болып. Сосын дәрежелі бірінші жоғарғы дәрежелі санатты травматолог алдық, атын алдық, дипломын алдық. Содан кейін 90 жылы қаңтар айында, ол уақытта енді мына перестройка басталды, оны білесіз, 85 жылдан кейін. Сол уақытта бізде СССР-дің уақыты, Совет кеңесі уақыты, ол уақытта жаңағы сайлау басталды. Сол сайлаумен 90 жылы қаңтар айында мені сайлап бас дәрігер ретінде орталық ауруханаға бас дәрігер қылып қойды. Сол кәсіпті мен енді бас дәрігердің 24 жыл атқардым. Атқарып зейнетке шықтым 14 жылы. 2014 жылы. Содан бері енді зейнетте отырмыз, сонда да жұмыс табамыз, әйтеуір бір пайдаға асатын жеріне барып көмектесеміз, әкімшілік бар, халық бар, ел бар, туған жер бар, сол жерге еңбек жасап жүрмін. Жалпы енді қоғам қандай жұмыс жасадым десе, ол уақытта сол 84-85 алғашқы жаңағы партиялық ұйымның хатшысы болдым, аурухананың, онда босатылмаған. Сол уақытта народный контроль дедік, сондай жұмыс жасадық. Әйтеуір бәрі жұмысты жақсарту, жұмысты көрсету. Ол уақытта бір қызық еді. 305 койкілік аурухана. Мен 90 жылы аурухана келгенде 138 дәрігер жұмыс жасаған. Мен жаңа алғашқы айттым ғой, дәрігер көп болды деп. Соның ішінде 2 терапия бөлімшесі болды. Біреуі кардиология, біреуі жаңағы енді өкпені асқазанды емдейтін бөлімше болды. Неврология бөлімше болды, хирургия бөлімше болды, травматология бөлімше болды. Енді өзіміздің облыс бойынша жаңағы қан құятын станция болды. Былай айтқанда, енді жалпы өзіміз көп жақсы жұмыс жасадық. Дәрігер көп болды, 138 дәрігер болды, жұмыс жасады. Енді біраз ғой, қазір енді сол 60-тың айналасы, 65 па қазіргі дәрігердің саны осы аудан бойынша. Ол уақытта мамандырылған специалист көп еді. Қазір мысалы, ол уақытта бізде бөлімше, травматология бөлімі болғанда, бізде 3 травматолог жұмыс жасаған. Қазір енді қарап атсақ, он жоқ. Ол травматолог бар ма? Мен байқаймын, жаңағы мамандырылған травматолог жоқ. Жалпы хирургия, и мүмкіндік болса, ауруларды Ақтөбеге жібереді, тағы бір жаққа жібереді. Енді көп заттар реформамен менше біз сол мамандарды жоғалтып алдық. Мамандықты жоғалтып алдық. Оны айтса, енді көп уақыт алады.
Содан кейін жаңа партия жұмысын жасадық, айтты мен. Сосын бас дәрігер болғасын, мына 90 жылды бір тоқырау заманынан кейін 90 жыл бір жоқшылыққа таптық, жаңағы жалпы жалақы бере алмадық, онда да бір қиындықтар болды. Но дегенмен аурухананы сақтап қалдық. Аурухана сақтағанда, ол мен айтайын, сол уақытта көп ауруханалды жаңағы бұзды, жоғалтты, сатты. Мен сезгенім сол уақытта мына жұқпалы нені сақтап қалу деп өзім ойладым. Біз жұқпалы аурухананы 60 кереуеттік сақтап қалдық бүгінгі таңға. Өткенде біздің управленияның мына облздравтың басшысы келгені соған таң қалды. Қалай мынандай заманда оны сақтап қалды деп. Біздер не то, что оны сақтап қалдық, біз бактериология бөлімше аштық. Жаңағы лаборатория. Ол анализ жасайды, жаңағы. То есть бүгінгі сол уақытта біздеген алға қарап тұрғандай болды, келешекте сезіп тұрғандай болды. Вот сондай бір моменттер болды. 82 жылы 1982 мен бас дәрігердің орынбасары болдым. Сол уақытта бір тамаша уақыттар жасаған қасымызда бірге інілеріміз Жақсылық Досқалиев жасады, қазіргі министр болған, өте атақты хирург, белгілі елдегі адам, әйтеуір елін, жұртын, халқын ұмытпайтын жігіт. Қадырсек Ерғалиев осы жерде жасады, мына Шонжол больницасының бас дәрігері болғанда, ол да біраз еңбек жасады осы жерде. Алтай Оразмағамбетов деген ол да осы басшылықта жүрді. Жұмамұрат Алдашев бастады, осы жерде бірге жүрді, жұмыс жасады. Енді айтсақ, адам көп. Қасымыздан мен жасаған адамдардың санын алсақ, 4 доктор, 30-тан аса кандидат наук шықты қасымыздан. Онда, значит, больницада бір направление болды, бір өзі талпын болды, бірдеме өскісі келді, білімін көбейтті, соған тырысты. Сондай заман болды. Өте қызық заман, өте сондай бәсекелі заман деп айтуға болады. Бәсекесіз алға ештеме жүрмейді. Бәсеке болғанда бір здоровый бәсеке. Ол ешкімді кемітпеу, өсу, оқу, жақсы жағынан көрсету. Сондай бәсеке болды. Бұл бір жақсы жағдайлар. Шын айтқанда, совет уақытын енді оның бәрін жамандауға болмайды. Біз шаруаның баласы жоғарғы білім алдық. Бітіргеннен кейін бізге орнымыз дайын, жұмыс орны дайын. Біз келіп жасадық, еңбек жасадық. Сосын өзіміздің марапатына да жеттік. Осы жерде ауылда отырып осы марапатына жеттік, сыйлығына жеттік. Шын айтқанда, оны көрді де бағалады да біздің еңбегімізді. Сол енді мен неге айтып отырмын? Оны да бір қарап отқан басшылар бар, түртіп қою керек. Мәселе, қазақ айтады, ашыққаннан құныққан жаман деп. Құнығуды қою керек. Құныққан ол жақсылыққа келмейді. Ол халықты халық қылмайды. Мәселе соны тоқтату керек, мүмкіндік болса. Енді менің өзім ойым, қазіргі біз ардагер болғасын, мына еңбек күн дейміз. Адамды еңбек қылатыны, адамды адам қылатын еңбек. Адамгершілігі да, еңбек істейтін адам, ол адамгершілігі де бар, білімі де бар, білшілігі де бар. Ол қай жерде жүрсең де, оқу да ол еңбек. Мен өзім ойлаймын, өзім бір түртіп қалған нелерім бар, бір 3 моменттері уақыттар бар шығар қазір айтуға. Қазіргі уақытта менше көңіл аудару керек ардагерлерге, бізге ардагердің қауымына. Жас өспірім,
өсіп келе жатқан жас балдар тәрбие беру. Оның біріншіден қандай тәрбие? Біз ел болғымыз келеді, алда жүрген ел болғымыз келеді, жақсы бай ел болғымыз келеді. Ол үшін бізде азаматтар, өскен жігіттер, балдар, олар өздері білімді болу керек. Одан біздің халықтың бір жақсы өзінің несі бар, салты бар, дәстүрі бар. Өзінің адамгершілік сондай нелері көп жағдайлары. Адамгершілікке біздің халық жақын, сыйластыққа, қонақжайлыққа. Біз көп заттарды былай айтқанда нездоровый бәсеке қылып жібереміз. Нездоровый бәсеке. Қазір мына тойларды ал. Ой, қазақ деген құда болады, қыз ұзатады, келін алады, баланы мектепке жібереді, шілдехана жасайды. Сол қазір қалай болып жатыр? Ол дұрыс па? Неге соны біз қазіргі балдарға үйретіп, мектептен, я ардагер қауымы мектепке барып, ол қалай болу керек? Жалпы қалай болу керек? Ол мәселе шарап ішкенде емес, мәселе айқайлағанда емес, мәселе ол тәрбие. Сол тәрбиені жаңа біздің салтты, біздің дәстүрді, соны жастарды таныстыру керек. Ол қалай болу керек? Оның дұрысы да бар, бұрысы да бар. Дұрыс жағын көрсету керек. Дұрыс жағын. Екінші мәселе менің ол байланысты, ол патриоттық тәрбие. Патриоттық неде жатыр? Ол өзіңнің еліңді жақсы көргені, өзің халқың жақсы көргені, өзіңе тырысқаның еліңе жақсылық жасап, әйтеуір із қалдыру. Ол бала кезінен тырысу керек. Қазақ айтады, бала боғынан деп айтатын еді. Ол енді бір сөзде бір солай келіспей тұрған шығар. Баланы осы кішкентайынан өсіп, тәрбие беріп, патриот қылу керек. Ол мақтану керек біздің елмен. Біз қазір кімді мақтандырамыз? Ол Америкаға күйеуге шығып кетті. Соның газетке жариялайды. Одан сұхбат алады. Оны мақтайды. Ол анау еді, ол оның баласы. Ол кісі отырған, ол қазақтың еліне келіп, бізге іштеме жасамайды. Бұзғаннан келіп, бүлдіргеннен бөтеді. Менің ойым сол. Менің ойым сол. Біз оны неге соншама жариялаймыз, сұхбат береміз, журналға, газетке, телевидениеге, дидарға шығарамыз. Неге? Ол патриоттықтан емес, ол шегінген дүние. Біз шегінтіп бара жатырмыз артқа. Біз өзіміздің дәстүрімізді көрсету керек. Мына жерді көрсету керек. Еңбекті көрсету керек. Жақсы адамдарды көрсету. Жақсы жол көрсететін адамдар, атақты адамдарды таныстырып, мектептерде сол ардагерлер барып кездесу керек. Көп қазіргі ата-аналардың өздеріне тәрбие керек. Өздеріне көп затты білмейді. Қазір бір құнығып баратқан заман, соны тоқтату керек. Қалай болса да біз ел болу керекпіз, қазақ елі болу керекпіз. Ол жалпы бөтен уәкілдерде бар ғой. Но қазақтың жалпы көп болғасын енді қазақ еліне біздің тілге үйрену керек. Мен мысалы орысша оқыған адаммын. Енді мен білмеймін қалай, мен дұрыс айтып отырмын ба, дұрыс емес па. Но менше мен есім бар, қазақ есім бар. Мен орысша оқып, институтты орысша оқып, заман солай болды, айналайындар. Заман солай болды. Соның өзінде де жаңа қондай аталарымыз айтқандай-ақ. Но сонда да тырысу керек. Елді ел қылу керекпіз. Үшінші мәселе байланысты осы тәрбиемен, ол қазір мына табиғатты сақтау, экологияны сақтау. Мен осы байқап жүрмін, мына облыста Лазарчук деген Евгений кеше мына праймеризге шығыпты. Сол енді орыс баласы Ақтөбенің қамын ойлап жүр. Кеше былтыр осы бір сазданың балықтары өліп қалған ба, сол балықтарды сақтап жүр. Ал
су ненің ауаның бұзылғанын айтып жүр. Мына жаңа кеше Қарғалы електің суы сарқылып қалғанына соны айтып жүр. Біраз жер. Біздің азаматтар қайда? Біз аламызда далада жатқан өзенді бөгейміз. Сай-саланы бөгейміз. Ол келіп атқан келешекте су. Енді су, адамның күні сумен жүреді. Одан деген енді оны тірі жан ішеді. Оны жаңағы бақшаңа керек, талыңа керек. Соны сақтау керек, соны ойлану керек. И тағы бір мәселе экологияның. Ол қоқыс. Қоқысты тастамау керекпіз. Қоқысты дұрыстап жинап, оны дұрыс пайдалану керекпіз. Мына шетелде қалай пайдаланады? Мына Швецияда деген, оказывается, бөтен жерден қоқыс әкеліп, соны пайдаланады дейді. А біздің қоқысымыз қараңыз. Не қылып жатырмыз? Біз өзімізді құртып жатырмыз. Или мына Ақтөбенің жаңағы иісін айтыңыз. Ол қаяқтан шығып жатқан иіс? Ол да бір қоқыс. Балдарды соны тәрбиелету керекпіз. Мына табиғатты сақтап, экологияны сақтап, ол біздің келешегімізді сақтағанымыз. Ол экологияны сыйлайтын адам, ол тірі жанды сыйлайды. Бір-біруін сыйлайды. Адам-адамды сыйлайды. И соңғы айтатыным мен мәселе, қазір мына басшылар байқап жүрмін, ол жастар келді ғой енді, уақыт, мына компьютердің уақыты. Оқуды қоймау керек. Оқу керек, үйрену керек. Сосын білген адам білмегенді үйрету керек. Бізде қазір үйрететін адам болмай қалады. Ол да бір проблема. Ол қайда баратыз? Не боламыз келешекте? Соны менің ойым, бір қысқаша уақыт болғасын айтқандарым. Рахмет тыңдағаныңызға. Сол бір кішкентай ойлар еді. Мынадай енді Инстаграммен айтып отқасын өзінше де жалпы сөйлей алмайсың да, былай айта алмайсың да, бір жалпы жиналып, ақсақалдар жиналып нетсек, айтсақ, жастарға шықсақ, сонда бір жақсы болар деп ойлаймын. Рахмет бәріңізге. Сағынғали Айтжанұлы, өзіңіздің еңбек жолыңыз туралы жақсы әңгімелер, пікірлер айтылып, тыңдармандарға көп үлгі болдыңыз. Сізге де көп рахмет. Деніңізге саулық тілеймін, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Уақытыңызды бөліп, бүгінгі сұхбатымызға қатысқаныңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет, сау болыңыз.